Сәлем, менің есімім Әлібек. Өмір жолым 2009 жылы Атырау облысы Құлсары қаласында басталды. Құлсары бұл картадағы титтей нүкте емес. Мен үшін ол қазақылықтың қаймағы бұзылмаған, халқының дархандығы, қонақжайлылығы бәрінен асып түсетін рухы биік қала. Құлсары менің алғашқы қадамым басылған, алғашқы арманым туған, мені шексіз махаббатқа бөлеген қала. Қазіргі таңда мен Атырау қаласындағы нөмір 2 білім инновация лицейінің 10 сыныбында оқимын. Лицей парламентінде ақпарат министрі жауапкершілігін арқалап жүрмін. Ақпарат министрі болу үлкен жауапкершілік, тынымсыз қозғалыс, лицей тынысын көпшілікке желілер арқылы жеткізу. Демек, қолымнан камерам түспейді деуге болады. Мен үшін камера бұл жай ғана техника емес, бұл әлемді басқа қырынан көрсетуге мүмкіндік беретін құрал. Әрбір ерекше сәтті таспалап, оны монтаж арқылы тұтас бір хикаяға айналдыру менің басты құмарлығым. Мобилограф смартфонның көмегімен кәсіби деңгейде контент жасайтын маман. Оның басты құралы сапалы түсіретін қалта телефоны мен креативті ойлау. Мобилограф телефонмен түсірілген видеоны сол сәтте монтаждап, әлеуметтік желіге жүктей алады. Ал бұл жылдам ақпарат заманында өте маңызды. Менің кәсіби бағытымда 3 үлкен тұлғаның ізі бар. Біріншісі Қыран Талапбек. Ол Қазақстан мен шет мемлекеттерде ең танымал әрі ықпалды мобилограф. Қыран қарапайым смартфонның мүмкіндігін пайдаланып, қымбат камералардан кем түспейтін кадрлар жасауға болатынын дәлелдеді. Оның портфолиосында әлемдік брендтер мен танымал тұлғалар бар. Екіншісі Айтқалиев Асылхан ағам. Ол мен оқып жатқан лицейдің 2021 жылғы түлегі. Қазіргі таңда Дубай қаласында тұрады. Танымал компаниялардың жарнамасын жасайды, әншілердің бейнебаяндарын түсіреді. Оның шетелде сұранысқа ие маман ретінде жетістікке жетуі маған мүмкін емес ештеңе жоқ деген сенімді ұялатады. Үшіншісі Мұхаммед Рахим Дастан. Бай Дастан есімімен танымал. Ол өзінің дроны мен Қазақстан табиғатын түсіру арқылы танымал болып, көптеген шетелдік компаниялармен жұмыс жасауда. Мысалы, Turkish Airlines. Қазіргі таңда ол шетелдерде көп сұранысқа ие маман болып жүр. Соны дәлелге ала отырып, менің өзіме айтатыным мүмкін емес ештеңе жоқ. Бұл сала барлық елдерге жетпеді. Тек кейбір ғана елдерде дамыды. Ал егер барлық елдерді қамтитын болса, болашақта мүмкін бір мамандық иесіне айналар ма еді. Осы жоба арқылы мен тек шеберлігімді шыңдап қана қоймай, өзімнің ерекше қолтаңбамды қалдырғым келеді. Шынында мүмкін емес ештеңе жоқ. Назарларыңызға рахмет.